Октябрдағы берген, сентябрдағы беруші қарызыбызды бере албай қалып, октябрға жылдырып, октябрда бере албай, ноябрға жылдырып, мына Қытайдан расми түрде ескерту келіп атат. Садақаларым менің, қағылайындарым. Мына о жерден 15.000 рубль табабыз деп жүріп, жерің кетіп бартат, елің кетіп бартат, келешегің кетіп бартат деп қақшап атқаным ушул ғой мен. Неге? Молдо Кылыч өз кезінде айтып қақшаған бойдан өтіп кетті. Емнеге қалуға айтқанды ұқпай қойдың қырғыз. Неге кече чике маңқұрт болбочу десе оқуай қойдың. Осы жерде ошол шығарманы оқыған қанша киши бар деп сұрасам, мен кешіріп қойға 3 киши шықпаса керек ошоны шығарманы оқуға. Неге оқуай қалдық? Неге ой жүгіртпей қалдық? Неге ертеңкен ойлобой қалдық? Біз момда улутабызда басып кет бартабыз, мұны жерге жеттік, қырғыз, мұны жерге жеттің. Дағы бір қадам бүттің кеттің жоқсың. Тоқта деп тосып атса, неге тоқта оятасың? Тоқта деп атабыз да, тоқта. Бийлигиңе де айтып атабыз тоқта деп, елге де айтып атабыз тоқта деп, неге тоқта оятабыз? Айлана, же ант иштик бе біз тоқта ойбызды? Не болды? Же қарғыш болды бу бізге? Не болды? Өзің білбей қал, білгеннің сөзін ұқпай қал деген қарғыш болды бу бізге. Тоқтатолы шайлы, мен ақылым жетпей қалды. Мұны ушул нерсени мұны су деп айтып атабыздар, біз қақшап ушул су екен, мұны су екен десе, бұл су емес деп атасыңар да, айланайындар. Бұл су емес деп мені жеңіп атасыңар да, бұл су емес деп. Аны не дешім керек мен?